В общем, екінші лекция қалып кеткен алдыңғы апта. Осы апта, то есть, Мгм. positions, да, мынау to, in, on, at, with, from, for деген сияқты. Қазақ тілінде бұл нәрселер жоқ. Қазақ тілінде сразу бағандай жалғаулар ретінде қосылып кете береді сөздерге. Ал орыс тілінде осы нәрсеге ұқсас бірдеме бар. Союзы, предлоги деген сияқты, қателеспесем. Мгм. И, в общем, көбінесе қайталанатындар осы to, и так далее кете береді. To, in, on, at, with, from, for и так далее. Бірақ түрлері өте көп, қазір көресіз қаншалықты көп екенін. И бұлар болмаса как бағытты, сосын мақсатты, бағана бір-біріне байланысты қарым-қатынасты, короче, көрсете алмайсыз ше. Сөздердің бір-біріне қарым-қатынасын дұрыстап көрсете алмайсыз ағылшын тілінде. Мгм. So to деген ол базовый direction білдіреді да, бағыт. She walks to her school every morning деген сияқты. Сосын мақсат ретінде де қолданылады. So this item is used to write essays more beautifully. I called him to ask about the meeting. Типа осы үшін керек, осы Мгм. үшін звондадым деген сияқты. Мысалы мен сізге көмектесуге келдім, қалай болады осы ағылшын тілінде? Э, I Мгм. I come to help. Келдім десеші. I а келдім. Давно кел. I came Мгм. to help you. Хорошо. Потом in деген болады. Но базовый локация ретінде қолдануға болады. The money is in my pocket. There is a cat waiting for you in the box. Деген сияқты. Сосын уақытқа байланысты уже. Но in, on, at деген уақытқа байланысты қолдану керек та. Какой-то ситуациялар. Мгм. Типа in деген ең үлкені. То есть ең үлкен уақыттарға қарайды. Мысалы month, years, period, да. He was born in September. They moved to a new house in 2018. Деген сияқты. Мысалы мен 2015 жылы университетке түстім деген қалай болады? Э, I түстім деген қалай болады? Типа, I get не? Get in десеңіз болады. Окей. I get Өткен шақта қалай болады? in I got in Got into university to in. university in 2015. On деген на деген білдіреді. На типа какой-то бетінде, surface'та. This was sitting on the he was sitting on the chair. There is a sign on the table. Үстелдің үстінде Мгм. кітап жатыр мысалы. There is қалай болады мынау? There is a book on the table. Иә. И уақытқа байланысты мысалы бағана жылдар и айлар дедік қой, енді сәл түсеміз. Апта и апта күндері или Мгм. даталар. The event is on Sunday. The birthday is on my birthday is on the 14th of November. деген. Мгм. Мен 5 мамырда тудым. I was born in the 5th, Born on. on the 5th of May болады да. Мгм. Сосын at деген бар. No, бағана specific location. He is waiting at the entrance. Какой-то бір точка, нақты локация болатын болса, at деп айтқан дұрыс. Потом Мгм. exact time. Уже біз күннің ішіне кірдік. Аптаның ішінен уже Мгм. күннің ішіне кірдік. Типа, какой-то бір нақты уақыт болса, сағат, или күннің бір бөлігі болса, мысалы, at noon деген сияқты да. Мысалы, бірақ сәл айырмашылықтар бар. Мысалға, таңертең деген at morning демейді ше ешкім. In the morning деп айтады. Осындай сәл андай Мгм. түсініксіз жерлер бар. Жаттау керек ол жақтан. И with деген together, иә, біреумен бірге, или бір нәрсемен бірге, или бір құралды қолдана отырып деген using something, бір нәрсені қолдана отырып. He cut the paper with a knife. The artist destroyed the portrait with sharp objects деген сияқты. Мысалы, жазушы романды қаламмен жазды деген қалай болады? Uh, writer write the novel with the pen. With pen. Или with a pen. Мхм, все. Сосын from деген бар. Ә, Зарядка жазып аласың ғой. тұра тұра. From деген from деген бар. Bir нәрсені шыққан кезде да еще тайм рейнджті көрсету үшін қолданылады. Мгм. Осы мен осының аралығында 2015 пен 2020 аралығында деген сияқты, допустим, мен лицейде оқыдым деген сияқты да. Или the shop is open from Monday to Friday.
reason she was exhausted. Reason ретінде де қолданылады, типа не үшін мгм. was exhausted from waking up early. His headache came М, from. И типа байқау керек та, что мына жерден кейін from дегеннен кейін зат есім тұру керек. а, Мынаны аударып қойыңызшы. Хорошо. Тамақтан уланудан ауруханаға түсті. Э, He got in the hospital Hı, from food toxicity. 네. food, улану деген қалай болады? food poisoning. Yes, poisoning. Дұрыс. Food poisoning. Сосын for деген бар. Бұл мақсат бағандай мына жақта себеп болса, типа өткен шақтағы, иә, мына жақта уже будущийге себеп та. Мгм. Будущийге мақсат. То есть, мысалы, this cake is for the guests. I bought a present for my sister деген сияқты. Или М, кейде былай айтады, типа, мен кеш ә, мысалы Для мен чего туда? ерте тұруым мен ерте жатам, чтобы ерте тұру үшін. I go to bed early for I need to wake up early деген сияқты да. Мгм. Сөйтіп те айтады кейде. Сосын time, мынау андай уақыт, типа range білдіру үшін, уақыт аралығын білдіру үшін да. Қанша жылға, мысалы, we lived in Russia for 7 years. He was he has been doing mock test for the last hour. Perfect'ті көп қолданылатын еді ғой, иә. Иә, иә. Perfect типа мынаны қолданса обязательно perfect қолдану керек дегеніміз жоқ, но Аха. примерно сондай ситуациялар керек болады. Осы for деген. Мынау осы тізім бәрін қамтитын, бәрі болмаса көбісін қамтитын. Білмейтіндеріңіз болуы мүмкін арасында. И сізге үй жұмысына осы білмейтіндерін жазып алып, аударып жаттап алу болады. Окей? Аха. Скорее всего, көбісін білесіз. Так, бір жаттап алсаңыз, потом есіңізде қалып кетеді. Verbally, Хорошо. verbally build sentences with each of these. Мысалы, мыналарды арасында білмейтініңіз бар ма? Э, Below деген астында ма еді? Иә, Үстінде ме? below деген астында, И above дейтін. үстінде. Аха. Болды. Қалғандары нормально. Осы above пен below дегенге сөйлем құрыңызшы. Above деген above үстінде, иә? Иә. Э, Үстінде. Yes. М, The computer. Мгм. Окей. Окей. Басқаша қойыңызшы. М, Ойыма ештеңе келмей жатыр ше. Кроваттың үстінде толып кітаптар жатыр. Э, The, the, the bed. Қалай басталады? There are a lot of books Yeah. There are a lot of books above uh, above the above the bed. above the bed деген сияқты. Ну, типа үстінде жатыр деген болмай қалады, бірақ үстінде тұр деген сияқты нормальныша. Үстінде жатыр болса on the bed деп айту керек. Түсіндіңіз Мгм. ба? Below деген мысалға, Бірінші он мен мысалы above-тың арасында типа қатты ұқсаса по идее. иә, қатты ұқсас, бірақ on деген бүйтіп жатыр да, on деген. Ага. Above деген просто үстінде бүйтіп тұр. Қалқып тұрып он, или асылып тұр, или үстінде тұр да. Сол жаңа сөйлем құрайын деп жатқан кезде бір нәрсені айтайын десем, типа көріп тұрған нәрсемді просто он болып кетеді да и кішкене оянып қаламын. Я мысалға мына ситуацияда бағана кітап, допустим, сізде кроватыңыз үстінде полка бар, и соның ішінде кітаптар толып тұр. Above деп айтасыз да сол кезде. Ал Мгм. егер кітаптар прям кроваттың үстінде жатқан болса, шашылып ше, он, Или something hanging да типа ілініп тұратын болса. yeah, hanging above the bed деп айтасыз да. Мгм.
hanging деген мыналар сияқты не емес ол, preposition емес ол hanging деген. жалпы иә типа ілініп тұрған мынандай. Иә. И, потом below деген мысалға кроваттың астында не жатыр? Не жатыр? носкидің бір сыңары жатыр. Носки жатыр дейді. Иә, шаң басып, короче, біреу жатыр. Соны айтыңызшы. Э, there is there are there are socks below the bed. Аха, хорошо. Кеттік, давайте. Мынау күннің бөліктері да, мысалға, таң атарда, типа, қандай болады? Күн шықпай, Мгм, күн шықпай не болады? Күн сәулелері енді не болады да, ше? мгм, Аспан сарғайып атады, ше, енді күн шықпай. Сосын in the morning таңертең, и сосын күннің какой-то бір сағатын айтқан кезде осыны at деп айтасыз. At, мысалы, мгм, no, не только таңертең, еще, білмеймін, обедтен кейін at 3 p.m. деп айтсаңыз болады, ше. Потом at the time of sunrise, күн шыққан кезде, прям шығып жатқан кезде, мгм, before the noon, түске дейін, at noon, түсте, in daytime, күндіз. Мына daytime деген мына полный қамтып жібереді, күн шыққаннан бастап кешке дейін деген. мгм, In the afternoon, иә, мынау түске дейін, кешке дейін, by the evening, кешке таяу, in the evening, кешке, мынаны байқаңыз, типа, in the evening, in the morning, и in the afternoon деген, осы үшеу бәрі in the деп келеді. Еще in мгм, the middle of the night деген бар еще. Түннің бір ортасында деген сияқты да. After twilight, ымырттан деп аударып қойыпты GPT көкеміз, бірақ. В общем, twilight деген андай сумерки ғой. Сумерки андай болады. Күн батып қояды. И бірақ әлі апақ-шапақ болады ше. Апақ-шапақ дей ма? Не? ага, Бізде апақ сөйтіп айтады. Андай әлі сәл свет бар. Бірақ қара кеткен жоқ. ага, Солай айтады. иә, иә. Потом after midnight, 12:00-ден кейін by the morning, таңға таяу. Мына жақта М, білесіз ғой, auxiliary verbs, көмекші сөздер, мгм, етістіктер. Бұлар типа көмекші, и өздерінің несі жоқ, жеке мағынасы жоқ. Бұлар көмекші болып жүреді какой-то главный глаголдың қасында. Мысалы мыналар не үшін керек? Біз бірінші сабақта өттік қой осылар. Не үшін керек осы сұрақ қоюға отрицательно айтуға тема? Модал вербтар не үшін керек? Бір какой-то банал. сөйлеп жатқан кезде. Мысалы, Ага, you read a book деп айтуға болады. You could read a book десе мағына өзгеріп кетеді. You should read a book десе мағына өзгеріп кетеді да. И солай. Мына жақта басқа да мысалдар бар. May, might. Скорее всего, білесіз мыналарды, бірақ көбісі шатасады. Мысалы, might пен may қандай айырмашылығы бар. Онша айырмашылық жоқ негізі. Э, Примерно контекстке байланысты қолданып кете бересіз. Интуициямен оқып кете бересіз көбінесе. Потом have to деген обязательно должен must дегенге ұқсаған да. Потом мгм. все. Осылар. Өте бір қарап шыға қоямын тағы. И perfect tenses бар. Perfect tenses. А, Мына жақта сәл қызығырақ енді. Perfect tenses қай кездерде қолданылады? Мысалға, бұрын басталған, или өзіңіз білетін шығарсыз, қай кездері қолданылады. иә, именно present болсын болса бұрын басталған и қазіргі моментке дейін жалғасқан болса Иә. Или бұрынғы болған бір оқиға қазірге сәл қатысы бар болып жатса, қатысы бар. иә. Ага. Мынау сөздер келсе, сразу present perfect қолданып тастайсыз. Потому что Мгм, осылар сондай мағына білдіреді да, бұрын басталды и қазірге дейін болып жатыр. Или қазір ғана бітті деген сияқты. мгм. Мына жақта сөйлемдер бар. Қазір, если қаласаңыз аударайық мынаны. Давайте бір екі үшеуін аударайық. Давайте. Мысық таңнан қандай ұйықтап жатыр. Э, the cat the cat has slept
on the sofa мындан бері деген until the morning. No? Till деген соған дейін деген сөз. А, Наоборот айттыңыз қазір. Since the morning. yeah. Since the morning, yeah. Автобус аялдамаға жаңа ғана келді. The bus uh, has came. Come. Okay, yeah. Come. Came. Үшінші формасы болсын. Хорошо. Я. Хорошо. Үшінші формасы The да. bus. Bus has come to the bus station now. Yetті. Жаңағы. Station. Has just come деп айтады деп. Жаңа Already. Okay. just come to. Келіп қойды деп жатса, мысалы, аялдама келіп қойды десе, тогда already деген келеді. Жаңа ғана келді. Has just come to the bus station. Негізі arrived десеңіз жақсырақ айтатын еді. Okay. Arrived at the bus station. He has drunk. Drink. Yeah. Has drunk a orange juice. Orange juice. For the breakfast. Yeah. For breakfast. For breakfast. Осы апта бойы. Қандай болады? For the last. Okay. The last week. Okay. Или for the last week десеңіз де болады. For the I drank orange juice for breakfast for the last week. Керек па келесін аудару? Давай бесеуге жеткізсек содан кейін. Екі сағатты білеміз. Children. Children have played. Have не? Have played. For 2 hours. For 2 hours. Саябақта деген бар екен ғой. Played in the yard. Yard. Okay. Саябақ park. For 2 hours. Yeah, for 2 hours. Или for the last 2 hours десеңіз де болады. Last 2 hours. Вот мысалы, осы жерде бір нәрсе айта кетейін. Мынау тенстер бар ғой ше. Present perfect айтып отырмық қазір біз. И present perfect continuous бар еще. Екеуі негізі бір нәрсе ше почти. Просто бір действиялар болады, который бүйтіп моментально бүйтіп бітіре салады да. Бір действиялар болады, мерзімді бүйтіп жасалынады. Мысалға, шешім қабылдау ше, decide. Ол бүйтіп моментально болатын нәрсе де, шешім қабылдады болады. Шешім қабылдап жатты деп айтпайды ешкім. Қарастырып жатты деп айтуы мүмкін, бірақ шешім қабылдап жатты демейді. Или бітіру деген. Ол бітіріп жатты демейді. Finishing деп айтатындай нәрсе емес та, ол бүйтіп бітіреді и все. Или есікті ашу, есікті жабу деген сияқты сондай нәрселер да. И мына жерде и бір действиялар болады, которые бүйтіп ұзақ мерзімде айтуға болады. Мысалы, жұмыс жасады, ойнады, working, playing деп айтуға болады да. И вот мына ситуацияларда было бы лучше, если бүйтіп айтсақ. Children have been playing десе ше. Четкий өтеді. Түсіндіңіз ба? Таңнан бері he has been sleeping десеңіз да. Бірақ мына жерде бір
уақыт аралығында тек қана типа ага. Сол уақыт аралығында қазірге дейін жасалынды да типа. иә 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 сол мысалға сіз былай айтып жатсаңыз типа мынау present perfectше тек қана бұрын басталып қазір болғанға дейін қазірге дейін болған нәрселерді сипаттамайды ғой еще бұрын какой-то бір нәрсе болып қойған болса ол қазірге қатысы бар болса тоже сипаттайды ғой мысалға Мгм. мен есікті аша алмай тұрмын потому что кілтімді жоғалтып алдым I cannot open the door because I have lost my keys. Мгм. Мен жоғалтып алдым деген жоғалтып алып жаттым демейді ғой ешкім, дұрыс па? Иә, иә. Бұндай ситуацияларда мынау present perfect деген четкий өтеді. Ал бірақ бұрын бір нәрсе басталып осы қазірге дейін жалғасып келе жатқан бір нәрсе болса постоянно тоқтамайша тогда Мгм. present perfect continuous четкий өтеді. Иә, Окей. хорошо. Мысалы мынаны көріңізші. Уилфилдың әркешен кітабы. Ә, He has been reading a book. Ә, since Ау? кетеді иә бұл жерде. Since әр кеш сайын Since 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 every evening. жоқ жоқ Өткен аптадан бері. Since last since the last week. мхм. At the evening. In the evening, yeah. Бана, окей. In the evening. Yeah, he has been reading a book since last week in the evening. Сәл бір тіл қалды. Аламыз да бүйтін жер қоямыз. Аха. Әр кеш болатын болса, every evening болу керек. Соңына қарай жіберу керек қой, иә? Yeah, Бана since last деген жерде. yeah, yeah. He has been reading a book every evening since last week. Yeah. Хорошо. Түсінікті. Давайте енді соңғысына аударсақ. Мынау енді бана present perfect четкий болып. Ә, He has lost the keys. The keys. Ә, Талай рет деген. Plenty of times. Солай. Окей. Yeah, осылай айтсаңыз болады. Мына жерде plenty of times. Мына жерде тоже даже explain it. He has explained деп айтсаңыз болады. В общем, түсіндіңіз ғой айырмашылығын. Иә, иә. Кеттік. Past. Контекстқа қарау керек па? Иә. Действие ұзақ мерзімді болатын болса, continuous қолданып жүресіз ғой. Perfect continuous. Енді past perfect и past perfect continuous да. В общем, мына жақта өзіңіз білесіз да, қай ситуациялар қолданылады. Past perfect деген. Или айтайын ба? Past perfect деген андай бұрын басталып, Бірінші сұрадыңыз ба? Қатып қалды, сори ше. қарашы. Past perfect деген андай бұрын басталып, и бұрын біткен нәрселерге қолданылады. Сұрақ типа қалай болып кетті деген сияқты сұрақ туындайды. И андай контексттерде күшті өтеді да бұл. Типа мен мені шақырғанға дейін мен ұйықтап жаттым. Мен оятқанға дейін мен ұйықтап жаттым. Мені мені это вот та Керек тағысы интернет әшейін что-то шайып. естілмей жатыр ма? Естілмей қалып жатыр Иә, ма? менің интернетім слабый. Вот енді қазір нормально болды. Көрмеймін.
Кері бір қайталап жіберсеңіз. Естіліп отыр ма енді? Иә, Тем. 5 секунд қалды. В общем, бірдеме деңізші. Естіліп тұрсыз, жақсы естіліп тұрсыз. Хорошо. В общем, past perfectқа ситуациялар керек болады. Бұрын басталып, бұрын біткен нәрселерге. То есть, мысалға, Мгм. болады ғой кейде бір нәрсе жасап жатасыз, сосын бір нәрсе бөліп жібереді басқа бір оқиға. Мысалға, сіз А, көшеде кетіп бараттыңыз, сізді біреу шақырып қалғанға дейін. Сіз тамақ ішіп отырдыңыз, допустим, досыңыз кіргенге дейін. Или мгм. сабақ оқып отырдыңыз, біреу сізге звондағанға дейін. Осындай ситуацияларда сіз Бәрі ұйықтап жаттыңыз, өткенде де еще. иә, анау мына жерде бұрын, то есть ертерек болып жатқан нәрсе бар, мысалы сабақ оқып жатқаныңыз, көшеде кетіп бара жатқаныңыз, тамақ ішіп отқаныңыз ше, сол нәрселерді past perfectпен сипаттайсыз, Мгм. түсіндіңіз ба? И Иә, Тем. мысалы I hadn't known anything before he told me деп тұр да. Мгм. Бұл жерде екінші нәрсе, ол екінші болған нәрсе, ол маған бірінші айтуы да, и так далее. Біз келгенше мына мысалдар. Ол проектті мерзімінен бұрын тапсырып қойған еді. He had passed the project before the deadline. Ол бұрын соңды Мгм. бұндай фильмді көрген емес еді. He hadn't seen such a film before. Деген сияқты. Давайте енді өзіміз Мгм. жазып көрейік, мыналарды аударып көрейік. Тест басталмас бұрын мұғалім жауаптарды таратып берген еді. The teacher The teacher had тарату деген қалай болады? distribute Had distributed answers before test was started. was Олай айтсақ болады ма негізі? to before this test started. Давайте Started. Ага. test started. Хорошо. Келесі. Барлығы кетіп қалған еді біз кеше жеткенше. Everyone да? Барлығы. Everyone had left before we arrived. Тағы бір нәрсе алып кет. Кешке in the evening. Иә, молодец. Келесі. They had жинап беру бұл жерде collect деп айтсақ болады ма әлде басқа сөзбен? Иә, collected harvest. Ага. Өсімдерді жинау деген harvest деп аталады. Ал просто жинау деген collect. Ага. They had harvested before Harvested the crops before before storm started. керек па келесін жасау? Давайте келесіне. Вот. The cat had
eaten all uh, all the, all the food all the food before we arrived home. Yaxshi. Келесі future perfect. Мынау енді бұрын басталған и будущем бітеді. Бұл да Мгм. андай осы кезге дейін деген сияқты нәрселер керек болғанда ше. То есть мысалға келесі мысалы понедельникке дейін мынаны жаттап қой. Или жаттап қоямын. I will have memorized this list before Monday деген сияқты да. Until Monday деген сияқты. Мгм. М, Давайте көрейік. Біз келгенше такси кетіп қалған еді. Кетіп қалады. Аттыңызға қайттан. Мгм. Басын айтыңызшы. Мәке, мәке. Мәке, қосылыңыз ба? Иә, қостым. Хорошо. Мынаны аударып көріңізші. Бұл фьючермен ба? Иә. Мысал керек па? Қайтадан бір ашып аласыз ба бағанағы несіне, структурасына. Will have verb first on the skin future. Кетті па? Ага, все, тема. Uh, the taxi will have uh, gone gone until we came. Until we came here. This one? Иә. Until we Мгм. come десеңіз дұрыс болады. Until we come. Окей. Мгм. Потом We will have collected. Мына жерде басқаша сөз қолданбады негізі, ақша жинауға келген кезде. иә, Или айта берсек болады ма? accumulated десеңіз болады. Окей. Accumulated. Save it up. Окей. Save it up money. Жеткілікті. Enough money. Мгм. For buy for buying или To buy деп айтады. buying. Okay. To buy a computer Мгм. until next year. Мгм. This былай айтса болады ма? The sun will have gone down. Или We'll have gone. we'll have set. Окей. Set down. Жоқ, просто set болады. We'll Просто set болады ма? Окей. sunset деген сөз Sorry. sunset деген сөз Ага.
иә Сол. иә иә иә. Will have said until we Қателеспесем. We м, жету деген қалай болады? we get Басқа сөз. uh, alright. Қандай бұл? Басқа сөз. Айтып жібере аласың. Reach. Ага. Reach білетін шығарсың. Reach the иә иә. Until we reach The beach. the beach. Beach деген басқа қалай айтуға болады? Синонимдер білесіз ба? See something бар ғой. See- Seashore ма? сондай сөз иә. Seashore. иә иә seashore. The coast десе болады еще. Coast деп ше. Хорошо, тема. М. Sea coast десе болады. Хорошо. Керек па? Мыналарды аудар. Қажет өзім аударып алармын. Хорошо. Қарап шығармын. Потом. Active voice, passive voice. Ладно, скорее всего, естігенсіз. Шама грамматика көрген ғой мына сабақта прям. Я тез бітіріп тастадық. Келесі сабақ вообще забитый. Сондай ма? Yeah. Хорошо. My father built this house. Келесі сабақта мана үтір қою, қай жерде қойылу керек, сол нәрселерді қарастырамыз. И одан кейінгі сабақта уже writing task бірдің структураларына уже кірісе бастаймыз. Окей. My father built this house. Одан келесі аптада. My father built this house in 1990. Мынау active voice'та да, мысалы мынау не? My father. Бұл тіпті орындайтын адам. Noun секілді. Аха. Антиц- Аты бар ма оның? S-тен келеді. ан- Антицидент айтып отырсыз ба? Жоқ, жоқ. Қандай неден келетін дедіңіз? S-тен келетін. S. Subject. Subject, иә. Потом verb қайсы? Иә. Verb build. Object деген this house болады да. Иә. House. И мынау passive voice'қа ауысқан кезде мына екеуі орналасып кетеді. This house. Аха. Мына жақта түп Иә. кетті. Мына was болады дан и build и так далее кете береді. Мына айту Мгм. шарт емес бірақ уже. Айту шарт емес. Мгм. Мысалы структура осылай да. Subject was, were, is, are. Verb 3 by, via, with, object болып кете береді. Аха. Бұл жерде қандай бір деңгейге түседі иә былай айтқанда. Present simple болса past simpleға Жоқ, бұл оның несі жоқ. Мысалы мына бүйтіп жазса да болады. Is built деп ше. The house is built in деп айтасың. Окей. Андай мынау Хорошо. егер де was деп жазылғанда тогда past болатын еді. Егер is деп жазылса мына present болады. Present simple. Мгм. Мгм. He installed the sofa. The sofa was installed by him. Мынау өткен шақта. He cooks mashed potatoes very well. The mashed potatoes are cooked very well by him. Мгм. Енді сізге мысал өзіңіз аударып көріңізші. Мысалы I completed this home assignment. The home assignment was completed by me. Мхм. Енді тағы бір нәрсе. I decided to cook, допустим, маклюбе. Маклюбе was cooked. Иә. Жалғастырақ by me, окей. Жоқ, оны емес қой. Или Ең әдеті қалды. сіз біз андай иә иә иә. Was cooked. Қазір білмеймін. Бұл жерде қалай болады?
ступорға келіп. В общем, осындай вербтер бар, которые, мысалы мына жерде объект жоқ ша. Объект жоқ. Аха, Мысалы мына жерде объект бар еді. Completed нені? Үй жұмысын. И типа, аха, ол жерде, мына жерде жоқ та нәрсе decided жоқ та просто. мгм, Басқа вербті алайық, мысалы eat деген ше. Типа I, э, допустим, eat marshmallows да. Осы marshmallows every morning. Мына жерде мына объект бар да. Marshmallows деген. аха, И сондай вербтар екі категорияға бөлінеді да. Біреулері объект талап етеді өзіне. Біреулері талап етпейді. Мысалы decide деген талап етпейді. Think деген сөз бар. осылай қалады ғой иә негізі маклюбе осы көп Я болып. вообще айта алмайсың сөйтіп. Пассив войсты айта алмайсың мынаны. Просто-напросто. Солай ма? Иә, все түсіндім. He hesitated when he saw me. This cannot be present in passive voice. Потому что объект жоқ. Мгм, Объект алдына шығып кетеді ғой бізде passive voice аударған кезде. Объект жоқ болса мхм. нені шығарасың алдына деген сияқты. Ана жерде маклюбе ше. Ол объект емес. Ну, қарашы мына сөздерді, вербтарды. Айырмашылығын өзің сезесің қазір. Мысалға, watch, play, write, екі осыларды алайық, сосын мынаны қараңыз енді. Think, jump, Мгм, swim, и тоже бағана decide. Если, типа, біз бүйтіп айта аласыз да, watch a movie деп айта аласыз. Play arts деп айта аласыз. Write a poem деп айта аласыз да. Think дегенге, мысалы, мамаңыз туралы ойлау. Think mom демейсіз ғой. мхм, Think about my mom дейсіз. Think about mom деп. Jump деген, мысалы, кроватқа секіру. Jump bed демейсіз ғой. мхм, Jump to bed болады. Swim, pool демейді ешкім. Swim in the pool дейді да, мысалы. Decide, допустим, with, или decide, decide in the big time, допустим, да. соңында шешу деген сияқты. Просто вербтар болады, осындай артынан сразу объект талап етеді да, біреуді бірдеме істеп тастау, біреуді бір нәрсе көріп тастау, ойнап тастау, жазып тастау деген сияқты. Ал мхм, ойлану бар, секіру бар да, мысалы, біреуді секірту деген нәрсе жоқ қой. Біреу- мхм, біреуді секіру деген сөзді біреуді секіру деп айтпайсыз ғой, или ойлану десе біреуді ойлану демейсіз ғой. Сондай нәрсе да. И, короче, верб қабылдамайды, то есть объект қабылдамайды мыналар. мхм. Түсіндіңіз ба? Иә. Вот, примерно осылай. И ондай сөйлемдер болса аудар, в общем, пассив войсқа айта алмаймыз иә. Я айта алмайсыз просто-напросто. Мхм, Оларды кәдімгідей айта бересіз да, пассив войс қалдырмай. Кейін эссе жазып жатқан кезде мен соны айтамын, типа, мынау транзитив верб, мынау интранзитив деп ше. Мысалы, мыналар интранзитивтар. Мыналар болса транзитивтар. Типа, мхм, талап етеді объект. В общем, мысалы. мхм. Хорошо. Хабардың хабардан көрсеңіз де болады ше, негізі. Мысалы, любой бір не алайықшы, допустим, travel, интранзитив көрдіңіз, интранзитив верб. Мхм, Транзитив деген бар, сосын транзитив деп те қолданады кейде. Көрсетпей ақ қойыңызшы, бірақ миы ашып кетеді. В общем, мысалы, кейін эсседе айтқан кезде түсінетіндей болу үшін қазір айта саламын. Мынаны, типа, ереже жоқ. Мындай болған кезде транзитив верб транзитив болады, мындай болған кезде интранзитив болады деген ереже жоқ. Просто жаттау керек. контекст қарап па? Контекст сол. Окей. Все, осылар. Үй жұмысын сізге салдым ба, салған жоқпын иә әлі. Қазір салып жіберейін. Үшінші